Сіздерді Еуразия кинофестивалінің күнделіктері қарсы алуда. Біздің фестиваль аяқталуға жақын. Бірақ соған қарамастан 6-шы күн оқиғаларға толы өтуде. Бүгін баспасөз мәслихат аясында ақын фильмнің режиссері шетелдік үздік фильм ретінде Қазақстаннан Оскарға ұсынылған Дәржан Омирбаев пен аты аңызға айналған және әрбір көрерменнің жүрегіне жете білген Дос Мұқасан фильмнің режиссері Айдын Сахаманмен сұхбат. Киноны біз тек қана жаңағы жұмыстан кейін ұйықтардың алдында көретін өнер деп танымауымыз керек. Бұл енді мына музыкамен салыстырсам, мысалы прокаттағы фильмдерді, оларды мысалы мына поп-музыка, ол поп-музыка деген мен қарсы емеспін. Тыңдаймыз да өзіміз, жақсы талантты бір нелер бар ғой, өлеңдер бар. Бірақ енді ол музыкадан басқа жаңағы басқа да жанрлар бар ғой музыканың. Мысалы классикалық музыка бар, рок-музыка бар, рэп бар. Сондай нәрсе ғой бұл. Сол классикалық музыка сияқты шығар деп ойлаймын бұл. Елге бір фестиваль керек. Ол жаңа визитный карточкасы сияқты ғой. Елдің рекламасы, киномен былай қарап отырсаң, талай елдерде кино бар, бірақ кино өнері жоқ. Кино мысалы барлық елде бар қазір. Африканың кейбір елдерінде 100-ден аса фильмдер түсіріледі дейді. Осы маңдағы жақын көршілеріміздің ішінде де көп кино түсіретін елдер бар, бірақ кино өнері аз ол жақта. Құдайға шүкір Қазақстанда да түсіріліп жатыр фильмдер. Жастардың ішінде киноға жақын болу керек. Қазіргі ұлт, менің ойымша, мемлекет егерде қазіргі көштен қалғысы келмесе, бірінші кезекте киноға жақын болу керек. Кино мен ғылымға жақын болу керек қой. Ғылым мен киносы болмаған мемлекет, кино болғанда кино емес, кинематограф, кино өнері болған мемлекет, менің ойымша қазір ақырын артта қала беретін сияқты деп ойлаймын. Бұл қалың жұртшылыққа арналған фильм. Біз бұл фильмді фестиваль үшін деп ешқашан айтқан емеспіз. Оны көрермен үшін, халық үшін түсірдік. Фильмнің көрерменге жетіп, осындай жауап ала алғанымызға өте қуаныштымыз. Бұл өте жігерлендіреді. Шынында да мүлде басқа есімдер, мүлде басқа фильмдер, әр түрлі жастағы және әр түрлі калибрдегі режиссерлер бар. Және бұл өте қызықты. Фильм прокатқа шыққаннан кейін фестивальге қатысу біз үшін өте қызықты тәжірибе. Және бұл фильмнің алдағы тағдыры үшін өте маңызды. Халық аралық байқаудың қатысушысы Мәрмәрдай суық фильмнің режиссері Асиф Рустамов та фестивальден алған әсерімен, тәжірибесімен бөлісті. Еуразия жалпы алғанда өте жақсы платформа. Кинематографиялық география тұрғысынан алғанда ол өте жақсы орналасқан. Тыңдаушылар мен продюсерлердің үнемі жаңа жобаларға, жаңа есімдерге келетіні есімде. Яғни бұл орталық Азия киносы да, ішінара посткеңестік кинода шоғырланған жер болғандықтан бұл өте жақсы алаң, өте жақсы орталық. Өзінше осындай кинематографиялық қара шаңырақ деуге болады. Менің ойымша бұл жобалардың тыңдайтын, басқа фестивальдердің фильмдерін тыңдайтын орын болуы үшін осыны жандандыру керек. Фестивальдерді осы бағытта кеңейту керек. Бұл үлкен кино нарығы болуы мүмкін. Фестиваль аясындағы қорытынды шеберлік сыныбы ұлттық байқаудың қазылар алқасының төрағасы, сценарист және режиссер Ләйла Пакальнинямен өтті. Мен жалпы мұндай фестиваль туралы естігенмін. Менің фильмім бір кездері осында көрсетілгенін білдім. Бірде интернеттен фотоларды көрген едім. Өте керемет көрінді. Әсіресе Еуразия атауы. Өйткені кез келген елде бола аласыз, және оны жасай алмайсыз. Мысалы, бір кездері Таллинде Еуразиялық кино байқауы болды. Бірақ менің ойымша, Европаға да, Азияға да кіріп тұрған елдің ғана Еуразия фестивалін өткізуге құқығы бар.
Мен үшін Қазақстанда мұндай фестивальдердің болғаны керемет көрінді. Тақырыптың қандай болғаны, қала немесе ауыл, қандай жанр екені маңызды емес. Бірақ біздің түсінетініміз, қазақ киносы қазіргі дүние жүзіндегі көптеген адамдарға қажет. Өйткені бұл киноларда бірегей өзгешелік бар. Оларда үміт бар.